Ең танымал, жұмысы тиімді, ықпалдылығы жоғары. Болашағы зор әкімдер рейтингісінде Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев екінші орынға шықты. Саясат мониторинг тобы қаңтар айы бойынша жариялаған тізімде біздің әкім өнеркәсіп өнімдері көлемінің артуы, өңірдегі мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің даму және алпауыт өндіріс орындары басшыларына қойған талаптар үшін жоғары бағаланған. Сауалнамаға қатысқан 28 сарапшы Бердібек Сапарбаевтың сенпесе Ақтөбе мұнай-газ компаниясы басшылығына кәсіпорынның барлық мүмкіндігін толық пайдалануды тапсырғандығын атап өткен. Сонымен қатар Ұлы Қабырға мұнай компаниясы басшылығын қазақстандық жұмысшыларды қысқартуына байланысты сынға алғандығын да білеміз. Өңір басшысы инвесторлардың әлеуметтік жауапкершіліктерінің төмендігін сынаған болатын. Өкінішке орай жұмысшыларды қысқарту тоқтатылған жоқ. Осы соңғы 2 жылда жұмысшылардың саны 2 есе қысқарды деп айтуға болады. Тек былтырғы жылдың өзінде жұмысшылардың саны 60%-ға қысқартылды. Бұндай қысқарту Ақтөбенің бірде-бір кәсіпорнында болмаса мекемесінде болған жоқ. Әрине, бізге қазір бір жақсы сылтау бар, дағдарыс деп. Дағдарыс тек қана сіздердің компанияларыңыз үшін емес, барлық компаниялар үшін дағдарыс. Бірақ олар өзінің жолын тауып отыр ғой, жолын табу керек.